Сәлем достар, бұл не болды талдауы? Кей ата-аналар өз баласын өлімге қиып, өз қолымен өлтіріп жатады. Бұл не өзі? Осы жолғы талдауда дәл осы тақырыпты ашуды ұйғардық. Өйткені бұл бүгінгі біздің қоғамның айықпас дертінің біріне айналып бара жатыр. Естіген шығарсыздар, 28 маусымда Ақтауда өз 3 бүлдіршін аяусыз өлтірген әкеге қатысты сот үкімі шықты. Енді 36 жастағы Жәнібек Есенбек өмір бойы түрмеде отыру тиіс. Сотталушы әрине өз кінәсін толық мойындаған. Жалпы біздің қоғамда өз баласын өлтіру фактісіне қатысты оқиғалар қаптап келе жатқан рас. Мәселен, соңғы 2 жылдың өзінде дәл осындай 6 оқиға тіркелген екен. Сонымен өз баласын өлімге қиятын, өз қолымен өлтіретін ата-аналар, олар кімдер? Оларды жалпы ақтауға бола ма? Апатия, депрессия, жоқшылық, таршылық, ерлі зайыптар арасындағы кикілжіңдер бала өліміне жалпы себеп болуы тиіс пе? Неге бұндай қадамға үлкендер барады? Оған кім жауапты? Міне, осы сұрақтардың барлығын біз арнайы мамандармен талқыламақшымыз. Ендеше не болды арнасы қосулы болсын, лайықты десеңіздер, лайк басып, бізге қолдау білдіріңіздер. Арыға бармайық, соңғы 2 жылдағы 3 ірі адам шошырлық оқиғаны айтайықшы. Алғашқысы 2021 жылы Алматыда тіркелді. 12-ші қабаттан алдымен 3 бүлдіршін кезек-кезек, одан кейін жас келіншек өзі секіріп кеткен. Оқиға орнында 2 баласы мен келіншек мерт болса, 3-шісі ауруханаға бара жатқан жолда жан тапсырған. Бастапқыда сол жердегі аулада жүрген адамдар терезеден біреу қоқыс лақтырып жатыр ма деп ойлаған екен. Сөйтіп келіншекке сол жердегі аула сыпырушы ұрыстым дейді. Бірақ ол балалардың сұлап жатқан 3 денесін көргенде бірден жедел жәрдеммен полицияны шақырыпты. Келіншек бұндай жағдайға не себепті барғанын түсіндіріп, бір тілім хатта тастай кетіпті. Онда мұндай әрекетке баруына күйеуі мен тұрмыстық жағдайым себеп деп жазыпты. Балалар 6, 5 және 2 жаста болған. Мне очень плохо стало. Мен бұл жағдайды көргенде өзімді жайсыз сезіндім. Балалар демалмай жатты. Тіл тартпай кеткен сияқты. Жартылай жалаңаш жатты. Біреуінің тіпті шалбары да болмады. Өкінішті жағдай. Балаларға обал, олардың жазығы жоқ еді. Ал екінші оқиға таяуда ғана 9 маусымда Астанада тіркелді. 3 жастағы бүлдіршінін құшақтаған келіншек 9 қабаттан секіріп кеткен. Ол да бұндай жағдайға тұрмыстық жағдай себеп болды деп айтып кетіпті. 3 жастағы бүлдіршін ауруханада өлсе, анасы сол жерде жан тапсырған. Ал 3-ші оқиға жоғарыда біздің тақырыпқа арқау болған әкенің қылмысына қатысты. Бұл оқиға 24 наурызда Ақтауда тіркелген болатын. Жәнібек Есенбек 2010 жылы Айдана есімді келіншекке үйленген екен. 12 жылдың ішінде олардың 3 баласы болған. 9, 7 және 5 жаста. Айдана мен Жәнібек былтыр ғана ажырасып кеткен екен. Содан болар таяуда ғана әкесінің үйіне балалары каникулға келген екен. Ал балаларын өлтірердің алдында Жәнібек ауладағы дүкеннің біріне кіріп, бір шөлмек арақпен 3 балмызда қалған екен. Бірақ артынша балаларын алдымен пышақтайды, одан кейін балталап өлтірген. Ең сорақысы, қан болып жатқан балаларының суретін ол әйеліне WhatsApp-пен жіберген екен. Сұмдық жағдай. Әрине, мұндай сұмдық суретті көрген ананың жүрегі қақ жарылары түсінікті. Есті ашқанда бірінші болып мен кірдім, менен кейін участковыйдан кейін уже басқалар деп. Сол кезде мен кіргенде інім тұрып жылап, егіліп жылап тұрды. Сосын айтты маған, Анар апа, жаным-ау, Жәнібек, не болды саған, не болды? Мен саған айттым ғой, шешілмейтін. Ол маған оның алдында соғып айтқан. Ана әйел деген маған, алиментке жазды, ол әуелде ажырасып жатқанда алиментке жазбайын деп жатыр еді, үй жалдап тұрам деп жатыр еді, барып та шешесінің үйінде отырып алды. Бұл оқиға қатысты Ақтауда түрлі сыбыстар айтылып жатыр. Мәселен, Жәнібек нашақор болған деседі. Яғни, сол күні балаларын өлтірерде ол есірткі шеккен. Екінші жағдайда ол әйеліне алимент төлемеу үшін балаларын өлтіруге барған.
Ал үшінші болжам бойынша Жәнібек деструктивті діни өкілдің ағымы болған екен. Тергеу мәліметтеріне қарағанда Жәнібек расында да жусан операциясымен былтыр ғана Сириядан оралған жігіт екен. Жалпы оның бір түрлі дінде жүргенін ауылдастары да көргендерін айтады. Тіпті соңғы уақытта ешкіммен араласпайды және отбасында ешкіммен араластырмай қойған екен. Жоқ, ажырасам дегенге қатты психически не алдым екен, әйел ажырасам деп болжам деп жатыр. Одан да емес болды. Потому что бір күн бұрын бала шағасын қыдыртып киіндірген. Ондай әйелмен ондай состояниеде жүрсе бала шағасы жібермейді ғой әйелі. Кейін журналистермен тілдескенде оның әйелі Айдана балаларымды Жәнібектің арқасында дүниеге әкелдім, сол Жәнібектің арқасында Аллаға жібердім деп қана қысқа жауап беріпті. Үш оқиға, үш түрлі тағдыр, үш түрлі себеп. Бірақ барлығында ортақ бір факт бар. Ол өз ата-анасының балаларын өлімге қиып, өз қолмен өлтіруі. Жалпы бұндай ата-аналарға, бұндай әрекетке баруға не түрткі болуы мүмкін? Оларды ақтауға бола ма? Ішкі депрессия, қоғамдағы қиындықтар, тұрмыстық жағдай баланың өліміне әкелуі тиіс пе? Осы сұрақтарды біз қазір психологпен талдап көреміз. Біздің қоғамда бұндай жағдай көп кездеседі, өз баласын бір балконнан алып секіріп қойған келіншектер бар деген сияқты. Бұған не себеп болады? Бізде артында әдетте қандай жағдай жатады? Бұның түрде бір психология ауытқушылық, яғни оны қазір айтады ғой, травма дейді, бала кезіндегі травмасы. Бұның себебі енді әрине ең бірінші отбасыдан басталады. Ата-анадан деген жәбірленуші ересек келсе міндетті түрде өзі ертеңгі күні зорлаушы болады, немесе жәбірленуші болады. Енді ер азаматтарға келетін болсақ, өкінішке орай көбінесе олар зорлаушы. Тек қана психологтың жұмысы емес, оған психотерапевт те керек, оған психиатр да керек болуы мүмкін. Оған заңгердің де көмегі керек, өйткені бұл кісі дейтін енді заңға бағынбайтын болған кісілер. Ал енді мына аналардың өзінің баласын өлтіруіне не себеп? Әкелердікі, жаңа сіз айттыңыз себебін, енді аналардың жағдайында. Аналардың да жағдайы дәл осылай. Өйткені бүгінгі таңда аналарды күні кеше қыз болған. Дәл осылайша өздерінің ата-анасынан қатыгездікті көріп, түсініспеушілікті көріп, өздерінің қыздарына, өздерінің ұл-қыздарына дәл соны көрсетіп жатады. Транслировать дейді ғой. Трансляция жасап жатады. Және де қыз балада бұны қабылдамайды. Не себептен қазіргі жасөспірімдер, мына қазір өте көпінің өтінімдері маған ата-анамның немесе анамның жылы лебізі жетпейді. Анамның махаббаты жетпейді. Анамның назары жетпейді, жылы сөзі жетпейді деген көптеген өтініммен бізге жолығып жатады. Бұның себебі не? Өйткені эмоционалды тұрғысынан әйел азаматтар суық. Бұл суық дегеніміз әйел адамның бір жағынан жұмысқа деген, енді жұмысқа көп уақыт жұмсайды, шаршап келеді, сосын жерде мына өзінің эмоциясын көрсете алмайды. Ал егер де ана өзінің баласына былай десе: жаным, мен сен киімімді жуып бердім, саған қандай әдемі үйлеседі мына киім, мен сені ойлап саған тамақ пісіріп бердім. Яғни дәл осылайша қарапайым сөздермен өзінің махаббатын, сүйеді екенін, жылы лебізін көрсете бастаса, баланың жүрегі де жіби бастайды. Бізде осындай әйелдерге көмектесетін орталықтар бар ма? Телефондар мысалы, өзің күйзеліске түстің, сондай ой келді, сен бірден хабарласуға болатын. Мамандар бізге көмектесе ала ма? Ондай 111 сенім телефоны бар. Сол 111 сенім телефонында мен өзім 3 жыл жұмыс істедім. Талай әйел адамдар хабарласты бізге. Сосын 150 сенім телефоны бар. Осы екі телефонға хабарласып, өздерінің өтінімдерін сала алады.